Бүгін баршаларыңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ұйғыр мантысын дайындайтын боламыз. Салмасы өте балғын, сочный болып шығады және де қамыр езілтпейтін дәл ресторандағыдай болып шығады. Бастысы қамырға назар аударыңыз. Егер мантыңыз күйіп кететін жағдай болып жатса және де езіліп кететін жағдай болып жатса, дәл осы рецептпен дайындап көріңіз. Бұл жерде ұн, тұз, су үшеуін үш қоспаны жақсылап илейтін боламыз. 10 минут шамасында. Бастысы қатты қамыр болуы керек. Суды, ұнды барлығын бірге қосамыз. Шаймен де қосуға болмайды. Жұмыртқа сызмасы, жұмыртқаны салған жағдайда қамырыңыз күйіп кететін әсерін тигізетін болады. Целлофанға немесе пищевой пленкаға 1 сағат шамасында демалдыруға қойып қоямыз. Сол арада біз салмамызды дайындайтын боламыз, яғни пиязымыз жіңішке және де майда болуы керек. Мінекей менде дәл 1 сағат тұрды. Осылай конверт жасайтын боламыз, яғни қатты илейміз. Дәл осылай бар күшімізді салып конверт жасап, целлофанға салып, тағы 30 минутқа жібереміз демалдыруға. Манты балғын болуы үшін міндетті түрде бұл жерде су қосамыз және де менде фарш майлы болғандықтан май қоспадым. Егер етті турап салатын болсаңыз, міндетті түрде іш май немесе құйрық майды 200 граммдай майдалап турап саламыз. Және дәмдеушілер тұзды салып, барлығын араластырып, дәмін келтіріп қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды, 2 рет демалды. Бұл жерде қамырымызды осылай турап алып, 20 граммнан бөліп аламыз, домалақтап, пакетке салып қоямыз. Біртіндеп алып отырып жайып, қамырымызды бүге береміз. Алдын ала листімізді дайындап қоямыз. Бұл жерде мен сұйық майды жақтым, қамырымыз жабысып қалмас үшін. Енді қамырымызды біртіндеп алып осылай жаятын боламыз. Домалақтап жаямыз. Басы шетіндегілер, яғни шеттері юбочка дейді, юбочка сияқты болу керек, яғни жіңішке болу керек, жеген кезде қатты болып қалмас үшін. Салмамызды саламыз. Бұл жерде, яғни үлкен қасықтан 2 немесе толтырып салсаңыз болады, яғни 50-55 грамм шамасында болу керек. Енді қамырымызды жүйеміз, дәл видеода да жүйіп шығатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. 1-2 рет көрсететін боламын. Және де ас бөлмесінің терезесі жабық болуы керек, ешқандай сквозняк болмауы керек. Бізде манты 25 минутта піседі, ешқандай 40-45 минутты талап етпейді. Бұл жерде бастысы суымыз қайнап тұруы керек. Су қайнаған соң дәл 25 минутқа пісіруге жібереміз. Мен кішкене үстіне сұйық май жақтым, қатып қалмас үшін, құрғап кетпес үшін, сондықтан ал енді пісіруге жібереміз. Мінекей мантымыз пісті, иісі бүкіл үйді алып жатыр, өте дәмді болып шықты. Бастысы бұл жерде сочный және де қамыр езіліп кетпеген. Қарасаңыздар, мына жерде кішкене сулары уже ағып жатыр, байқасаңыздар. Өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, осы рецептпен 1 жасағаннан да шығады. Менің арнама тіркеліңіздер.